Сабай Есұлтан, Зауқазын балабақшасына барам. Бұл менің атам. Я, мен Ерсұлтанның атасымын. Мынау біздің кішігірім шеберханамыз. Бүгін біз бұл шеберханада батырлар қаруына ою-өрнектер жасайтын боламыз. Ерсұлтан, қаруларды таныстырып өтші кәні? Мынау қылышпен қалқан, анау соқпақ, анау садақ тиген. Мынауымыз? Аттан мініп, Сабақтан қамшың, е? сабақтың қамшы. Мынау? Айбалта, мынау жақында жасаған мұздық. Жақында жасап. Бүгін біз мына айбалтаның сабына қазақша ою-өрнек жасайтын боламыз. Шебердің қолы алтын дейді атам қазақ. Сөзге де шебер, іске де ұста, халқымыздың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтардың бірі Ерсұлтан не ол? Ол қол өнері. Сондықтан біз мынау айбалтамызға мынандай қаңылтырды алып, өлшеп, осыған ою-өрнек салып, оны осы айбалтаның сабына орналастырып тапсыратын боламыз. Қазір мен саған елге ою-өрнектен ескіз жасап берейін, сен соны жақсылап қойдың, жарай ма? Сурет саласың ба? Сурет саласың ба? Саласың ба? Жақсылап сал бала. Ата қарамсың мен әдейі саладым. Жақсылап бояғын сөйт. Мен қазір елге екінші ою-өрнек салайын. Аймағын ола? Қырқа бастайын. Ерсұлтан, сіздер балабақшада ертегі айтып, батырлар туралы аңыздар айтып, ою-өрнектер сызып жүретіндер ғой, Иә. Болдың ба? Осыған ұнаймасаған өткенде істеген? Қатты ұнайды. Қосамыз да қайыраймыз. Ерсұлтан, қазір бұны біз мынаған жапсырамыз бүйтіп. Осылайынан орнатамыз, е балам? Ата күшті болатын сияқты. Жас ұрпақты қазақтың қол өнеріне баулу керек болады. Сондықтан балабақшада, мектепте, еңбек сабақтарында ұлттық өнерімізге үйретіп отыруымыз керек. Ал, батыр бала, болашақта ел қорғайтын батыр боласың ба? Иә. Ал, аман есен болайық. Барлықтарыңызға жалын сәлем.